Жантас Байтөре. Шымкент қаласының Назарбаев әскерлік мектебінің 8-ди сынып оқушысымын. Мен 7 мамыр отан қорғаушылар және 9 мамыр жеңіс күніне орай бабам жайлы айтқым келіпті. Менің бабам Жантас Тажмахамбет, отан соғысының ардагері. 1940 жылдың 26 маусымында соғысқа аттанды. 101-ші атқыштар дивизиясының 385-ші полкінде соғысты. 1940 жылы Сталинградтағы соғыста жараланып, 2-ші топтағы мүгедек болып оралды. Бабам 2-ші дәрежелі отан соғысы орденімен, ерлігі ерлігі үшін, Сталинградты қорғағаны үшін, әскери ерлігі, еңбек ері және де басқа медальдармен марапатталды. Мен бабамды мақтан тұтамын. Және де барлық ардагерлерге бізге ашық аспан сыйлағаны үшін алғысымды білдіремін.